Сәлем достар баршаға. Бүгін зебра пирогын жасайтын боламын. Ең күшті шығатын рецепт жасап көруге кеңес беремін. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі алдымен жұмыртқа, ұн, сары май, какао, сода, қант және қаймақ керек болады. Мөлшерін описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Аппақ көбік болғанға дейін миксерлеп аламыз. Мінеке аппақ көбік болғанға дейін араластырып алдық. Келесі кезекте қаймағымызды салып миксерлейтін боламыз. Және сары майымызды салып араластыратын боламыз. Содан соң ұнымызды електен өткізе тұра үстіне содамызды салып, ұнымызды аз-аздан салатын боламыз. Көбірек қосатын болсақ, ұнымызды пирогымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сол үшін аз-аздан қосатын боламыз. Дайын болған қоспамызды екіге бөліп аламыз. Бірінші бөлігіне какаомызды қосып миксерлейтін боламыз. Формамызға 2 қасықтан кезек-кезек сала отырып, қоспамызды толық салып алатын боламыз. Мінекей, қоспамыз дайын болды. Бетіне қалаған узор жасасаңыздар болады. 180 градуста 40 минутқа пешке салып алатын боламыз. Мінекей, пирогымыз дайын болды. Пирогты суытып алдым мен. Формамыздан пирогты алып, қант ұнтағын септім. Ал сіздер өз қалауларыңызша сеппесеңіздер де болады. Өте дәмді, өте жұмсақ болып, үлпілдек болып піседі. Жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Сымбат.